Достар, бізге косинус альфа берілген тангенс альфаны табудың екі жолын көрсетемін. Олай болса кеттік. Бірінші жолы қалай бар? Тангенс альфа деп тұрғанымыз бізде ол не? Ол синус альфаның косинус альфаға қатынасы, солай ғой? Ал негізгі трендеменің формуланы білесіздер ғой, яғни синус квадрат альфа қосылған косинус квадрат альфа тең болады бірге. Осы жерден синус квадрат альфаны табайық. Синус квадрат альфа тең болады 1 минус косинус квадрат альфа тең болады. Ол бізде не? 1 минус синус косинус альфа бізде бар. Квадраттаймыз 10-ның 100-ге қатынасы тең болады. 100-ден 10 аласыз, 90 бөлінген 100. Ары синус альфа қаншаға тең болады? Синус альфамыз 4-ші ширекте болғандықтан минус болады. Минус түбірасында 90 бөлінген 10. Енді тангенс альфамыз қаншаға тең болады? Минус түбірасында 90 бөлінген 10 көбейтілген, яғни бөлеміз, сол косинус альфа айналдырамыз, көбейтумен алмастырамыз, түбірасында 10, алымда 10 болады. 10 мен 10 қысқарады, тең болады. Қанша болады? 90-ды 10-ға бөлеміз, 9 болады. 9-дан түбірден 3 шығады. Мәні минус 3-ке